Күршем, бірінші қатардан қанша алмұрт көріп тұрсың? 5 алмұрт. Екінші қатардан қанша алмұрт көріп тұрсың? 5 алмұрт. Ендеше екі қатардан бізде қанша алмұрт шығады? 10 алмұрт шығады. Енді алмалардың санын маған санап бере қойшы. Бірінші қатарда қанша алма тұр? 5 алма. Екінші қатарда да тура солай 5 алма тұр, иә? Ендеше әр қатарда 5 алмадан болса, 3 қатарда бізде қанша алма шығады? 15 алма шығады. Алмұрттар мен алмалардың санын салыстырғанда теңсіздік белгісі бойынша қай жеміс жидек бізде көп болады? Алманың саны нешеге артық? 15-тен 10-ды азайтсақ 5 алма алмұртқа қарағанда артық қой. Солай ма? Жақсы, отыра ғой. Азамат, қанша кәмпит көріп тұрмыз бірінші қатардан? 5 кәмпит. Екінші қатардан қанша кәмпит көріп тұрмыз? 5 кәмпит көріп тұрмыз. Ендеше екі қатарда да кәмпиттердің саны бірдей болып тұр, иә бізде? 5-5-тен. Сонда бұл жерде барлығы неше кәмпит тұр? 10 кәмпит тұр. Жақсы. Келесі ары қарай қуыршақтар санын айта ғой. Бірінші қатарда қанша қуыршақ тұр? 5. Екінші қатарда қанша қуыршақ тұр? 5 қуыршақ. Ендеше қанша шығады? Екі қатар 10 болады. Жақсы. Ендеше кәмпиттердің саны мен қуыршақтардың саны бір-біріне тең бе? Тең. 10-да 10 екен, иә? Солай ма? Иә. Жақсы. Отыра ғой.